Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Сіздерге видео жүктемегелі, сіздермен көріспегелі біраз болды. Себептері бар әрине. Міне сіздерге таңғы аспен кіріп келдім. Өте пайдалы және де витаминге толы қантсыз таңғы ас, гранула. Осы грануланы жасауды мен сіздерге үйрететін боламын. Қалай жылдам және де өте дәмді етіп жасау жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бал және де қант салатын боламыз. Табамызға таба немесе өздеріңіз қалаған ыдысқа ерітетін. Осы екеуін ертіп алсаңыздар да болады, немесе мен сияқты бірденнен осы геркулестеріңізді салуға да болады. Барлығын бір келкі етіп, енді араластыратын боламыз, жай отқа қойып. Міне ертіп бастап кеттім. Бұл кезде май мен бал ерігенге дейін жақсылап араластырып, сол кезде астын бірденен өшіресіздер. Осы кезде пештеріңізді 160-170 градуста қыздыра берулеріңізге де болады. Геркулес міндетті түрде 20 минутта, 25 минутта пісетіндей, және де осындай бүтін геркулестер болуы қажет. 6 минуттық, 7 минуттық деген геркулестер болмайды, өте майда және де әдем болмай қалады. Міне менде пісті. Астын өшіріп, бірденен противенге салатын боламыз. Алдын ала дайындап қойған болатынмын. Бетіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеңіздер. Барлығын бірденен саламыз. Салып болғаннан кейін бір келкі етіп шет-шетін барлығына осылай жайып шығыңыздар. Және де 160 градуста 30 минут бойы пісіретін боламыз. Әр 5 минут сайын пештен шығарып, осылай жақсылап араластырып, қайта салып отырамыз. Әр 5 минут сайын. Яғни 30 минутта сіздер 6 рет алып шығарып салуыңыздар. Әйтпесе беті қап-қара болып күйіп кетеді, жылдам асты піспей қалады. Гранулаларыңыз пісіп жатқан кезде өздеріңіздің қалаған кептірілген жемістер және де дәндерді пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде менде жаңғақ және де миндаль және де мейіз ғана. Кептірілген өрік қоссаңыздар болады. Және асқабақтың дәнін қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Бұл жерде менің балаларым сүйіп жейтін дәндермен мейізді ғана салдым. Осылай жақсылап тураңыздар. Блендермен өткізіп қажет жоқ. Блендермен өткізсеңіздер өте майда болып, дәндері жеген кезде білінбей кетеді. Сол себепті де өздеріңізге бір жағымды болу үшін дәндерді осылай пышақтың көмегімен кескендеріңіз де дұрыс. Міне грануламыз пісіп шықты. Байқағандарыңыздай толығымен кепкен, өте әдемі түс болып тұр. Қатты қоңыр емес, ашық емес, орташа алтын түстес. Иісі де мұрынды жарардар өте керемет болып тұр. Бірденнен осы жаңағы кескен дәндеріңізді барлығын бірденен салып араластырыңыздар. Суылған гранулаларды мен осы мөлдір ыдыста бетін жауып ұстаймын, яғни прозрачный ыдыста. 400 грамм гранула бұл жерде ұзақ уақытқа жетеді сіздерге. Және де егерде менің рецептім ұнаса, міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, және де лайкты да аямай басыңыздар. Подписаться батырмасын басып, жанындағы колокольчикті де басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда және де видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін. Міне грануламыздың түсі де өте керемет. Тәбетті ашарлықтай болып тұр. Қазір енді таңғы асты осымен дайындаймын. Мен Foodmaster йогуртын пайдаланып жатырмын. Грек йогуртын пайдаланғандарыңыз абзал негізінде. Гранулаларды осылай бетіне салып жатырмын йогурттың. Бір шетіне гранула, бір шетіне өздеріңіздің қалауларыңызша жеміс жидектерді салуға болады. Өте әдемі көрінеді. Және де отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін.
Менде бұл жерде банан, малина және де апельсин. Осымен гранулаларымыз дайын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Өте дәмді және де жеңіл таңғы ас. Міндетті түрде өздеріңіздің таңғы рациондарыңызға қосыңыздар. Ас болсын. Сау болыңыздар.